Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі 116 сабақ бізде сын есім. Сабағымызды бастамастан бұрын менің YouTube арнама жазыла кетіңіздер. Олай болса, сабағымыздың мақсаты: берілген сурет бойынша сипаттау мәтінін құрастырамын, қатені табамын және түзеп жазамын. 51-ші жаттығуға назар аудара қойыңыздар. Өлеңді көшіріп жаз. Аса өзен арқырап, асқар таудан дүркіреп, айдын жатыр жарқырап, алды дала бір түлеп. Сын есімдерді тап, оларға сұрақ қой. Астау өзен арқырап. Қандай өзен арқырап? Асау өзен. Бұл жерде бізде сын есім асау болады екен. Асқар таудан дүркіреп. Қандай таудан дүркіреп? Асқар таудан дүркіреп. Яғни бұл жерде сын есім асқар болады. Яғни бізде екі сын есім бар екен. Асау, асқар деген. Бұларға екеуіне де қандай деген сұрақ қойылады. Сын есімнің қай сөз табымен байланысып тұрғанын тап. Біріншіде асау деген сөз өзенмен байланысып тұр, өзен деген сын есіммен, яғни асау өзен болып тұр. Ал екіншісінде асқар тау дегенде, асқар таудан дегенде, асқар деген сөз таумен байланысып тұр, яғни асқар таудан дүркіреп. Яғни екеуде біреу өзен деген сөзбен, біреуі таудан деген сөзбен байланысып тұр екен. Келесі 52-ші жаттығу. Суреттерге қарап, онда нелер бейнеленгенін айт. Бұл жерде алмұрт, құлпынай, лимон, шие, сәбіз бейнеленген. Суреттегі заттардың белгілерін ата, көлемін, түсін, пішінін, дәмін. Өзің қалаған бір сурет бойынша сипаттау мәтінін құрастырып жаз. Сын есімнің астын сыз. Алмұрт көлемі орташа, пішіні сопақ, түсі жасыл, дәмі тәтті жеміс. Екінші құлпынайдың сипаты: құлпынай көлемі кішкентай, пішіні дөңес, түсі қызыл, дәмі тәтті. Лимон орташа, сопақ, сары, қышқыл. Сәбіз ұзын, сопақ, күлгін, тәтті де қышқылда емес. Шие кішкентай, қызыл, домалақ, қызыл. 53-ші жаттығу. Сын есімдер қатарын тап. Күрек шиеге жасыл келу, піл мөлдір тұнық маймыл, терең жарық қызыл қою, балапан таңқурай үлкен жүз. Енді біз бұл жерден сын есімдерді табу үшін қандай сұрақ қоямыз? Әрине, қандай деген сұрақты қоямыз. Қандай деген сұраққа бізде 3-ші қатардағы сөздер тізбегі жауап береді екен. Қандай? Терең, жарық, қызыл, қою болады. 54-ші жаттығу. Жаңылтпаштың қатесін түзеп, көшіріп жаз. Үшкір, тұмсық, сұр шымшық, сордан ұшты, құрт, шымшып. Бұл жерде сын есімдер үшкір, тұмсық, үшкір деген сөз болады. Яғни қандай тұмсық? Үшкір. Қандай шымшық? Сұр деген. Яғни үшкір, сұр деген сөздер бізде сын есім болады екен. Құрметті оқушылар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта жолыққанша аман сау болыңыздар.